Баяғда бір есерсоқтау жігіт ауылдағы бір жесір әйелдің үйіне барыпты. Өзі есерсоқ болса, өзі жесір әйелдің үйіне барса, не мақсатпен барғаны белгілі ғой. Келген қонаққа кет демейтін қазақы тәрбиемен өскен әйел жігіттің меселін қайтармайын деп бұйымтайын сұраған екен. Жігітіміз езуі ыржиып, есек дәмесі қозып, ой жеңеше, бір терлесем бе деп келдім деген екен. Әйел де әңгіменің мәнісін түсінген сынай танытып, қайным-ау, ер жігіттің тері шыққаны жақсы ғой. Қимылдап терлейсің бе, қимылдамай терлейсің бе дейді. Ойының іске асарына әбден көзі жеткен жігіт одан бетер шәниіп, пәлі, кескен теректей қимылсыз жатқаннан қимылдап терлегенге не жетсін шіркін, депті. Ол ойында дұрыс екен, ендеше терлесек терлейік, деген келіншек жігітті қораға қарай бастай жөнеледі. Келіншектің кетәрі емес екенін өзі бастап қораға жетелегеніне еміксіген жігіт артынан ере жөнеліпті. Келіншек жігітті ертіп келіп, қиы ойылып енді шығаруды күтіп тұрған қораға кіргізіп жібереді. 3-4 сағат қи шығарып, борша-борша шыққан жігіт, жеңеше-ай, бүйткенше қимылдатпай-ақ терлете берсеңіз де болғандай екен, дейді күмілжіп. Сол сәтте әйел, жарайды қайным, олай болса қимылдамай-ақ терлейік, үйге жүр деп, үйге қарай ерте жөнелді. Құдай-ай, ақыры көксегенімді қолыма ұстататын болдың-ау, деген жігіт сүмендеп жесір әйелдің соңына ереді. Үйге келген соң жақсылап отырып бір шәйнек шайды ішкен жігіттің самайынан тер сорғалайды. Соны көрген әйел, ал қайным, қимылдап бір, қимылдамай екі терледің. Енді қайт, күн кешкіріп қалды, деп аттандырып жіберген екен.